Ассалаумағалейкум. Бүгін қасиетті жұма. Құрметті достар, біз көбіне жұмаға барған кезде мешіттің алдында көмек сұрап отыратын неше түрлі адамдармен жолығамыз ғой. Бірақ олардың шынымен ар жағында тағдырлары қалай болып жатыр? Шынымен осы олардың мұқтаж ба, жоқ әлде алаяқтар ма? Көбіміз күмәнданамыз, көбіміз шынымен де көмектесудеміз. Біз қазір мешіттің жанында тұрған бір кейіпкер табамыздағы сол кісінің жағдайын сұраймыз. Одан кейін мүмкіндік болып жатса, әрине, ол кісінің үйіне барып, шынымен жағдайы сондай ма, ондай емес па? Тексеретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Достар, қазір мешіттің алдында бір кісі отыр екен, сыртынан сол кісіден барып жағдайын білеміз. Саламатсыз ба? Сіздің есіміңізді білуге бола ма? Есім Гүлжан. Мен есімім Ғани болады. Сізде не жағдаймен отырсыз? Нақ бұл жерде кеп елден көмек сұрау үшін не итермеледі сізді? Мен баламның мәселесі, өзімнің мәселем бойынша келдім. Өйткені баламды травма алып, содан бері балада проблемы со здоровьем. Документтері бәрі үйде тұр. Мектепте ұрып тастады. 7 жасында, 1 класста, 1 жартысында. Содан травма алды бала, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Сіздің үйге барсақ, сіз осы нәрселердің бәрін бізге көрсете аласыз ба? Көрсете аламын, әрине, документтері бәрі үйде. Балаңыз үйде, Үйде жатыр, бұл баланың қазір нарушение психическое, неврология, психология. Бұны психиатрға жіберіп жатыр қайта-қайта. Онда бүйтейік қазір, біз жұмаға кіріп шығайық, намазды оқып шығайық, намазды оқып шыққаннан сол жерде болыңыз. Біз сізбен бірге сіздің үйге барамыз да, содан кейін толық біздің көрермендерге көрсетіп, ана жерде камера түсіріп жатырсыз. Осы кісімен бірге осы кісінің үйіне барамыз, баласын бәрін көреміз. Шынымен осындай жағдай ма, жоқ әлде өтірік па? Бірге тексеретін боламыз. Так, біз жұмадан шықтық. Есіміңіз Гүлсін дедіңіз ба? Гүлжан әпкемізді ілестіріп алдық. Қазір бұйырса тұратын үйіне кетіп бара жатырмыз. Алла нәсіп етсе сол жаққа барып қазір көреміз. Баланың жағдайын қараймыз, тұратын ол кісінің жерін қараймыз. Сосын сіздерге көрсететін боламыз. Таусамалық ықшам ауданы Каменка ғой. Сол жерде осындай кішігірім пәтер жалдайды екен. Үйге кірейік. Жаңадан барған 3 күн оқыған мектеп ұрып тастады баламды. 3 күннен бері маған айтама, бала ғой 7 жасар. Сөйлейді, соображает, бірақ нервіден кеткен, психикасы бәрі. Енді врачтар айтып отыр, психологический стресс, жалғыз басты анамын, әкелері жоқ, ата-анам қазір қайтыс болып кеткен, менің өзімнің. Гүлжан әпкеміз әр жұма сайын осы Бәйке мешітінің жанына келіп, елден көмек сұрауға мұқтаж. Егер де осы отбасына қандай да бір қаржылай көмек көрсетемін десеңіздер, міне Гүлжан әпкеміздің каспиі. Бұл қарайласқа ешқандай қатысы жоқ. Біз просто кішігірім өзіміздің тәжірибеміз жасағымыз келді, тексеріп көргіміз келді. Шынымен ешкімді алдап отқан жоқ. Бұл кісі отырып, шынымен мынандай жағдайда өмір сүріп жатқан адам, 2 бірдей баласы бар. Шынымен көмек керек.